Атыраулықтар ет таппай базарда сабылып жүр. Сөрелер бос тұр, ал Қостанайда көкөніс қымбаттаған. Картоп, пияз, қырыққабақ құны шарықтап кеткен. Мұның қандай себебі бар? Аймақтардағы тілшілеріміз айтады. Ұлттық статистика мәліметіне жүгінсек, өңірде қарақұмық, сәбіз, күріш, жұмыртқа бағасының төмендеуі байқалады. Ал тұрғындар мұнымен келіспейді. Айтуынша, жұмыртқа қымбаттаған, көкөніс, өсімдік майымен еттің құны едәуір өскен. Картоп қымбат, қияр, помидорлар бәрі қымбат. Ораза кезінде ешқандай қымбат қылдырмау керек қой. Біз азық-түлік алуға жұбайымыз екеуміз барып тұрамыз. Айдың басында әсіресе. Енді осы оразаға дейін бардық біз. Бағаның өскені байқалып тұр. Күннен күнге жұмыртқаға 10 теңге қосылады, немесе басқа да азық-түліктерге көбейіп жатыр, үстіне қосылып. Ораза басталғалы көбейеді, әсіресе сухофруктыларға вообще кетті баға. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында қала билігі жиі жәрмеңке ұйымдастырады. Келесі жәрмеңке наурыздың 15-іне белгіленіп отыр. Онда азық-түліктің 120 түрі арзан бағамен сатылмақ. Қаладағы ірі сауда орындарында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік жеткілікті, құны да қолжетімді. Супермаркет сөрелеріндегі бағаны жауаптылар бақылауда ұстап отыр, бірақ базардағы баға шарықтап тұр. Біздегі жағдай осындай, ал Атырауда азық-түлік құны қалай екен? Оразаға байланысты өзгерістер бар ма? Әріптесім Базаргүл Нәдірқызы баяндайды. Заңғар жергілікті атқамінерлер күн сайын бағаны бақылауда ұстап отырмыз дегенмен, азық-түліктің кейбір түрі бізде де бағынбай тұр. Атыраулықтар ауызашарға ет таппай базарда сабылып жүр. Барының бағасы аспанда. Ет дегенде бет барма деген халық соңғы аптадан бері етке беттей алмай отыр. Өйткені бұрын 2200 теңгеден сатылған сиыр етінің келісі 3000 теңгеден бір шыққан. Онда да өте аз. Ет павильонында сауда сылбыр, сөрелер бос тұр. Бұқара бағаны естіген бойда теріс айналады. Сатушылар да көңілсіз. Бұрын 2200-ден 2300-ден алып жүрдік. Қазір 2800 деп тұр ғой. 3000 деп тұр. Қымбат өте. Ораза үшін негізі енді кішкене скидка болу керек қой деп ойлаймын. Енді халал магазиніне барсаң, тіпті қымбат 3500, 3800 еттер. Жақындатпайды. Ол енді мына неге оразаға байланысты енді түсіру керек деп ойлаймын бағаны. Неге қымбат ұстап тұрсайды? Апа мен өзім 2800-ден алып жатырмын ben. Үстіне енді таксиге береміз 1000 балдар түсіреді оған береміз. Лабораториямыз бар. 2800-де кері сатып жатыр. Не істеймін, жүрмей жатыр. Мал жоқ болғанмен алушылар да жоқ базарда. Әлеуметтік маңызы бар өзге азық-түлік бағасы тұрақты дейді. Аптасына 2 мәрте мониторинг жүргізетін мамандар. Өйткені көкөністер тұрақтандыру қор арқылы сауда орындарында сатылып жатыр. Бірақ сиыр етінің бағасын тұрақтандыру қолымыздан келмейді деп отыр. Өйткені жергілікті және Атырауға мал әкелетін көрші облыс шаруалары төрт түлікті өзге мемлекетке саудалауға көшкен. Көбінесе Өзбекстанға кетіп жатыр. Сол себептен енді қазіргі уақытта жаңағы біздің жергілікті органмен жоғары жаққа үкіметтерге ұсыныс берілді. Шекараны жауып, еттің мәселесінде шешу, өйткені деген қазіргі уақытта бізде де соның кесірінен қымбаттауы мүмкін дегендей. Енді соны қарастырып жатыр қазіргі уақытта. Біз оны шеше алмаймыз тікелей өзіміз. Соңғы күндері осы бір апта болды, жолдың бәрі борандатып жатыр. Бізде Атыраудың өзінде өсіріп жатқан мал аз. Сетін бізге келетін мысалы Урал жақтардан, сосын Ақтөбе жақтардан мал келеді. Оның жолдары қазір қиын болып тұр жеткізуге. Сондықтан қазір прилавкада аз болып тұр. Базарда ет аз болса да сөрелерде ауызашардың басты тағамы құрманың 10 шақты түрі самсап тұр. Бәрі импорт. Берісі Ресей, әрісі Иран мен Түркиядан әкелген. Келісі 1500 теңгеден басталып 5000 теңгеге дейін сатылуда. Алланың мерімі төгілген Рамазан айының сауабына кенелгісі келіп, ауызашар беруге асыққан халық қалтасына қарап көсіліп жүр. Қасиетті айда азық-түлік бағасын 40 құбылтпауын сұрайды. Базаргүл Нәдірқызы, Заңғар Санай, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс.